Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар, көбіңізге Google AdSense-тен осындай хат келген шығар, соны түсіндіре кетейін. Яғни 15 августтан бастап пайда болатын ереже. YouTube каналында видеосы бар. Адамдарға зиян беретін рекламаларды өшіруді үйреткен болатынмын. Ол үшін мен настройка бөліміне кіресіздер. Компьютерный версияда настройка бөлімі, сосын мына жаққа ашылады. Сосын категория объявлений. Яғни сіздің YouTube'ыңыздағы видеоны көріп жатқан кезде шығатын рекламаларды басқару. Деликатный категория. Яғни сіздің видеоларыңыз көріп жатқан кезде осы обнаженное тело деген осы категорияны 15 тамыздан бастап енді сіз қолмен өшіре алмайсыз. Яғни ол по умолчанию тұратын болады. Енді оны қолмен өшіру үшін қазір сізге көрсететін боламын. Google AdSense-тің хатында көрсетіп қойған қалай өшіру керектігін. Симулятор азартный игр, осыларды заблокировать етіп тастаңыз. Упоминание осындай, сосын черная магия, анау-мынау, соның барлығын заблокировать етіп тастаған дұрыс. Асыңыз адал болсын десеңіз. Обнаженное тело деген енді заблокировать ете алмайсыз. Қазір болады, 15 тамызға дейін әрі жасай алмайсыз. Оны өшіру үшін мына жақта общий категория кіреміз. Сосын мына жақта одежда дегенді таңдаймыз. Осылай тұрады сізде. Одежда бөліміне кіреміз. Сосын астына қарай одежда тағы. Мына купальники, плавки деп тұрады. Осыны заблокировать етесіз. Мына жақта нижнее белье. Осыны заблокировать етіп тастайсыз. Мына деликатный категория жақтағы осы рекламаны өшіргенмен тең деп қойған. Осы жарнамаларды өшіруге кеңес беремін.